Бүгін бұл видеода біз физиканың ең алғашқы тақырыптарының бірі скаляр және векторлық шамаларды ажырататын боламыз. Ең алдымен сөздердің түбіріне мән берсек, скаляр деген сөз шкала деген мағынаға келеді, ал вектор бағытқа байланысты. Сол себепті екеуінің ең алғашқы айырмашылығы скалярлық шамаларда тек өлшем болады. Тек өлшем. Оны біз басқаша сан мәні деп те атаймыз. Сан мәні. Ал векторлық шамаларда өлшеммен қоса бағыт та болады. Бұда өлшем болады және бағыт болады. Және бағыт. Мына бір мысалға көз жүгіртейік. Жерде кірпіш жатыр. Мен ол кірпішті аламын да осы бағытта өзгертем, орнын өзгертем. Метрмен алып өлшеп қарасақ, мен 5 метрге өзгертіппін оның позициясын. Бұл жерде сұрақ қоятын болсақ, бұның өлшемі неше? Өлшемі 5 метр. 5 метр жол жүрген. Бұны біз физикада жүрілген жол деп атаймыз. Яғни S әріпімен бергенбіз. Жүрген жол. Және оны физикада біз S пен белгілейміз. Бұда бұл жүрілген жол, бұл скалярлық шама. Себебі бұда тек қана өлшем бар. Ал егер біз былай айтатын болсақ, 5 метр оңға қозғалды десек. Бұл мәліметте бізде өлшемі бар, яғни 5 метр екені анық, өлшемі, және онымен қоса бағыты бар. Ол бағыт қай жаққа қарай? Оңға қарай. Сол себепті де бұл векторлық шама. Бұл векторлық шама, және оны физикада біз орын ауыстыру деп айтамыз. Және дельта x пен бергенбіз. Орын ауыстыру. Орын ауыстыру. Дельта y пен бергесеңіздер де болады. Егер ол y осымен орын ауыстырса, біздегі мысалда кірпішіміз x бағыты бойынша орнын ауыстырды. Сол себепті де дельта x пен белгіледім. Тағы бір мысалға көз жүгіртейік. Бір дене A нүктесінен B нүктесіне барды делік. Осылай B нүктесіне барды. Бұл дененің жүрген жолының ұзындығы 100 метр дейік. Бұл бізде скаляр шама. Ешқандай бағытты көрсетпейді, себебі бұл жүрген жолы әртүрлі бағытта. Бұл тек жүрген жолдағы траекторияның ұзындығын көрсетеді бізге. Траектория дегеніміз осы салып кеткен ізі. Мәселен, тікұшақтар аспанда ұшып, артында бұлт секілді жол қалдырып кетеді. Сол тікұшақтың траекториясы деп аталады. Сол траекторияның ұзындығы оның жүрген жолы. Алайда орын ауыстыруы неше десек, біз 100 метр деп айта алмаймыз. Себебі орын ауыстыру дегеніміз бастапқы және соңғы нүктелердің арақашықтығын айтады. Бұл шамамен 50 метр дейік, және бұның бағыты бар. Бағыты солтүстік шығысқа. Түсінікті ғой? Орын ауыстыру бұл векторлық шама. Осындай физикадағы барлық шамаларды біз үлкен екі топқа бөліп қарай аламыз. Мәселен, уақыт. Уақыттың бағыты бар ма? Жоқ. Онда бұл скаляр шама. Күш. Күштің бағыты бар ма? Иә.
біз өзімізге қарай тарта аламыз, ары қарай итере аламыз, солтүстікке қарай итере аламыз деген секілді. Күш онда векторлық шама. Осы секілді физикада барлық шамаларды біз екіге бөліп қарастыра аламыз.